Сәлем достар, сіздермен бірге салтанат. Бүгін кәрістердің ұлттық тағамы пигуди дайындайтын боламыз. Дәл осындай үлкен қып мен жасаймын. Біреуін жесеңіздер тоятын боласыздар. Ал бастайық. Ыдысымызға жарты литр суымызды құйып аламыз. Жылы су. Оған жарты қасық тұзымызды саламыз. 1 қасық қантымыз саламыз, 2 қасық сұйық майымыз салып, барлығын араластырамыз, тұзы қанты ерігенше. Енді дрожжымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Өте жұмсақ болу керек қамыры, өйткені жұмсақ болса қамырларыңыз жақсы көтеріледі, пигудида жұмсақ әрі пышный болып шығатын болады. Ал міне қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды бетін жауып 45 минутқа демалтырамыз. Енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Міне менде жусай, 2 дана пиязымыз, жарты капустамыз бар, 300 грамм туралған ет, ұнтақталған зіре, қара бұрыш. Енді қазанымызды отқа құйып, жарты шөміс майымызды құйып, үстіне пияз, жағы ет, барлық салмаларды салып, 5-10 минутта кішкене қуырып алатын боламыз. Қатты қуырмаймыз. Міне барлығын салдым. Енді үстіне жаңағы дәмдеушілерді саламыз. Қара бұрыш, зіре, тұзымызды салып араластырамыз. Ал міне дәл осындай болады. Енді міне арадан уақыт өтті, қамырымыз ашып шықты. Ал міне енді қамырымызды дәл осындай суғала жасаймыз. Кішкентай барлығын. Міне барлығын мен жасап болдым. Енді ыдысымызға дәл үстіп салып, бетін жауып, біртіндеп пигудиларымызды жасайтын боламыз. Кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды қатты жұқа етіп жаудың қажеті жоқ. Біреулер енді қамырын жұқалау, мен өзім қамырын қалың болғанын айтамын. Міне енді салмасын салып, 2 қасықтай салдым. Негізі көп салған дұрыс. Өйткені капусталар басылып қалады. Қалағандарыңызша үстін жауып, қаттылау етіп жабасыздар, өйткені қамыр ашылып кетуі мүмкін. Дәл өйтіп манты қасқанымызға қоя береміз. Ал міне мен барлығын күйіп болдым, қасқанына қойып шықтым. Енді бұларды 45 минутқа отқа қойып пісіріп аламыз. Міне арадан уақытымыз өтті, пигудилар пісіп шықты, үлкен болып. Міне үйде жасап көріңіздер, өте дәмді. Ал міне пигудиларымыздың ортасын ашып, мен
сәбіз салатымызды салып, сәбіз салатымызды дәл осындай ішіне салып, столға қойсаңыздар болады. Қалағандарыңыз аджика сондайлармен де жеуге болады. Өте дәмді. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет баршаңызға. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.